Көк теңіз туралы аңыз. Екінші бөлім. Мәссаған! Қалай тез ұшып кетті? Янан қара. Керемет! Міне қараңдар. Қандай әдемі! Осылай болатын білген едім. Екіншісіне қараңдар, қандай керемет! Алақай! Қара! Қандай керемет! Қайда ұшып барады? Қайда? Осындай болатын білген едім. Сен кімсің? Қорықпай бері кел. Бұл екеуі ешқашан кездеспеуі керек еді. Алайда осы бір кездесуден ақ екеуінің тағдыры мәңгілікке байланып қалды. Олар болашақта тағы да кездеседі. Міндетті түрде кездеседі. Сенің айтып тұрғаның екеуінің тағдыры бір болғаны ма? Сонда кеңесшінің соңынан аңдысам су перісін ұстап алам ғой. Солай емес пе? Сіз маған қорықпа деп айттыңыз. Бірақ дәл қазір қорқып тұрған мен емес, өзіңіз сияқтысыз. Сен сөйлей аласың ба? Адамның қолынан келетін нәрсе су перісінің қолынан келуі де мүмкін емес пе? Олай болса, бірінші кездескенімізде неге үн қатпадың? Мені ешкім естімес екен деп ойладым. Ешкім де. Бүгін біз үшін керемет күн. Біз жаңа кеңесшіні қарсы алу құрметіне ие болдық. Мен сіз үшін адам баласы көрмеген ғажайыпты дайындап қойдым. Көмектесіңізші. Өтінем. Су перілері адамның ойын оқи алады. Сол себепті бізге сөйлеудің қажеті жоқ. Адамдар, сендердің ойларыңды есту мүмкін бе? Көп жылдар бұрын жас жігіт су перісіне ғашық болып қалып, оның ойын біле алатындай қабілетке ие болған. Ары қарай не болды? Су перісіне ғашық болған жігітке не болды? Екеуміз болашақта тағы да кездесеміз бе? Егер аспанға қағаз шам ұшырсаңыз, бұл мен үшін іздеп жүргеннің белгісі болады. Артынан аңдып жүрсіңдер ме? Ол ешқайда барған жоқ па? Әрине, ол айтарлықтай ешқайда барған жоқ. Кеңесші сарбаздарға біртүрлі жұмыс тапсырып жүр. Қандай?
Көк теңіз туралы аңыз. Менің нені жек көретінімді білесің бе? Қош айтыспай кетіп қалғанды жек көрем. Сол себепті қайтып келдім. Сенімен қоштасып кетуге келдім. Басқа ешқандай себеп жоқ. Жақсы. Айтар сөзімді айттым. Мен кетейін. Міне іш. Тоқтай тұр. Иә, дәл солай. Болды, ішсеңші енді. Сенің расында да барар жерің жоқ па? Барар үйің, қонатын жерің жоқ па? Тым болмағанда, таныс біреудің телефон нөмірі бар ма? Жігітің, атанаң, не достарың? Мен кіммен сөйлесіп отырмын? Жай ғана кетіп қалуым керек еді. Менің жоспарымның бір жерінен қателік кеткен сияқты. Мен жуынып келем, сен әзірше мына киімді киіп жүре тұр. Не болып қалды? Құдайым-ай. Ей, жарықты қос! Жарықты қос! Доғар. Маған бер. Сонда сен мені ұнатып қалдың ба? Жоқ. Ойыңа далма, ойыңа далма. Маған ақылды қыздар ұнайды. Сен мүлде ақылды қызға ұқсамайсың. Наздана қараудың қажеті жоқ. Сен мені дұрыс түсінбей қалған боларсың.
Оның үстіне сенің басыңа зақым тиген сияқты. Жарайды, мына қыз менің бөлмемде бір түнеп шықсын деп ойладым. Сол себебі құдайым-ау, мына жігіт мені ұнатып қалған болар дегенді, және егер ол мені ұнатып қалса, екеуміз бірге бола алатын шығармыз деп ойлама. Құдайым-ау, қандай қу қыз. Абонент уақытша қызмет көрсету аясына тыс жерде. Өтінеміз. Не болды? Кайст университетінде бірге оққан жігіт пе? Тағы да сені елемей жүрме? Мен бүгін кешке дейін университет зертханасында болам. Жұмыстарым бастан асады. Тағы да ма? Анаңның айтқанын тыңдап дәрігердің оқуына барғаның дұрыс болар еді. Сенің оқыған мәдениетті қорғау. Мәдени мұраны қорғау. Егер дәрігерлер адамның өмірін ұзартуға ұмтылса, біз оқитын ғылым мәдени мұраны сақтауға барынша ұмтылады. Түсінікті ме? Түсінікті. Өзің біл, жұмыстарыңды жалғастыр. Тастарың мен қыш құмыраларыңды қорға. Ханымда Кайст университетін бітірген бе? Иә, сол себепті мұрдың көкке көтеріп жүр емес пе? Неге сұрадың? Менің ұлым да сол университетті оққан. Үнемі ұлыңды мақтап жүреді екенсің. Мақтаған ұлың қандай екен өзі? Иә, бала кезден сүйкімдеді. Далада тыныш қыдыра алмайтынбыз. Адамдар көре салысымен қасымызға келіп, ұлымның қандай сымбатты екенін көріп айтып кететін. Иә. Сымбатты жігіт, оның үстіне ақылды оқушы дейсің бе? Шалшықтан шыққан айдаһар дегің келіп тұрма? Шалшық деп нені айтып тұрсың? Не? Шалшықтан емес, үлкен көк теңізден шыққан. Иә. Сен не жайлы айтып отырсың? Сенің мен білмейтін беделді туысқандарың бар ма? Мына елге не болған? Сенің қандай бай туысқандарың болуы мүмкін. Өтірік сөйлегенді жақсы көреді екен өзі. Сәлем. Жинок келмей ме? Неге? Біреу алдап кетті дейсің бе? Ұстай тұрайын ба? Алаяқтар қалданып қалғанымды елдің бәрі біліп қоятын болды. Атыңызды өзгертіп алмайсыз ба? Бір апта ғана уақыт алады. Сендер өле алмай жүрсіңдер ме? Жақсы. Жарайды. Сабыр сақтаған жөн болар. Сабыр сақта. Міне, мынаны ішіңіз. Жақсы. Келесі қадамымыз қандай болмақ? Оларды іздеп табуыңыз керек. Дұрыс, мәселе ақша демес. Оларды іздеп табыңдар. Менің ұлымның өмірін күл талқан етті. Мені ұятқа қалдырды. Жұбайымның артынан салық қызметкерлер қалмай жүр. Біздің ақшамыз көп болса, бізді мазақ ете аламыз деп ойлағандар ма? Жоқ, олай емес. Іздеп табыңдар. Бірінші кезекте прокурормын деген алаяқты іздеңдер. Қажет болса өлтіріңдер. Өлтіріңдер. Бұл кім? Зәремді ұшырдың ғой. Ей, саған не болды? Сен жаңа ғана келдің бе? Иә. 1980 жылы жолбарысшылында дүниеге келдің бе? Мектеп қабырғасындағы өміріңіз қалай өтті? Әрдайым сымбатты жігітті көргенде осылайша тесіле қарайсың ба? Сен өзі бұзылған қызсың ау. Бұзылып кеткен.
Мектеп қабырғасында мен тұйық мінезді болған едім. Жарайды. Қара. Қанша көрсең де өзің біл. Бірақ уақыт өте келе адам өзгереді екен. Қайырлы түн. Сонда қай жағынан өзгердіңіз? Бұрынғыдай тұйық мінезді адам емеспін. Сен не істеп отырсың? Түні бойы ұйықтамағансың ба? Әртістерге ғашық болатындай жас баласың ба? Әсіре жан көрсің бе? Болды, жетер енді, ноутбукты қайтар. Алло. Намду, сәлем. Сәлем! Мұнда бір мәселе туындап қалды. Әлгі адамдардың қаншалықты қауіпті екенін елестете алмаған екенбіз. Ментон Капитал компаниясында жұмыс істейтін адамдар екен. Қысқасын айтсам, баскесерлер. Не дейсің? Бізді іздеп табу үшін баскесерлер жалдаған. Қайдағы біреулерді бізді іздеп табу үшін шетелге жібере ме? Маусымның қызған кезінде ұшақ билеттері 3 есе қымбат тұратын өзің білесің ғой. Намду, сен ұсталып қалдың ба? Жоқ, сен ұсталып қалдың деп естідім. Айтпақшы, сен жұмысқа қолданған телефонды ауыстыруды ұмытпаған шығарсың. Бұның нағыз ақымақтық болды. Сені GPS арқылы іздеп тапты. Тоқта, сонымен не айтпақшысың? Менің артымнан біреу келе жатыр ма? Сайтан алғыр, жарайды, сау бол. Тоқта. Не? Әлгі білезгесің деме? Білезікті қолыңа түсірген соң маған пошта арқылы жіберем деп едің ғой. Сен маған сенесің ғой? Сенесің ғой? Ей, екеуміздің бөлек кеткеніміз дұрыс болады. Тезірек. Үйіңнің қайда екенін есіңе түсір. Есіңе түсіре алмасаң, қаладағы біреулерден көмек сұрайсың. Менің шұғыл бір шаруаларым шығып қалды. Сайтан алғыр. Қап-қырсық. Енді не істеймін? Неткен алыс жер еді. Жунжи, есіңді жи. Іздетіңдер, іздеп табыңдар. Табыңдар бәрін. Жатыңдар! 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 Іздеңдер! Стаңдар!
Ей, ұстаңдар ананы! Тезірек! Артынан қуыңдар, ей! Артынан қуыңдар, ұстаңдар! Ей, тоқта! Ей, ұста! Жүгір! Мынаған. Кеттік. Ей, ұста! Ұста оны! Қуып жет! Отыр, тездет. Отырсаңшы. Ей, ұстаңдар! Қуып жетіңдер! Бәрі жақсы ма? Бір жеріңді ауыртып алған жоқсың ба? Ей, бізді қуып жетіп алама деп уайымдасам. Олар мен сияқты жылдам адамды ешқашан қуып жете алмайды. Ұмытпа, сені де құтқарып қалдым. Маған қарыз боласың. Менен басқа саған кім көмектесе алушы еді? Міне олар! Ұстаңдар! Ұстаңдар! Жарайды, кеттік. Оңбаған, тоқта! Баспалдақ! Абайла! Мұнда. Мені осы жерде күт. Жарай ма? Ей, бер кел. Тездетіп алдыма кел. Келіңдер, келіңдер. Ей, оңбаған. Олар мұнда.
에이. Қаруыңды қолыңнан түсір. Есің дұрыс па? Бастық, олай істеудің қажеті жоқ. Сіздің жүйкеңіз мықты екен. Жап аузыңды. Не істейсің? Егер сен дәл осы жерде атып өлтірсем, бірнеше минутта полиция қызметкерлер жетіп келеді. Әрине, жағдайды қиындатудың қажеті жоқ. Олай болса көлікке отыр. Әрине, кешіріңіз. Қатты ауырған болар, е? Ештеңе етпейді. Тұрыңыз, жүріңіздер. Жүріңіздер. Не? Мынау кім тағы? Мынаның қасында болған қыз емес пе? Мынау бізді қалайша қуып жетті. Ей, ақмақ, тезірек жүрсеңші! Құп болады. Ей, мына белсебеттен озамадың ба? Неге тездетпейсің? Жүр, тоқтама! Ей, оңбаған! Қаштық, тез, тез! Ұстаңдар! Немене жатырсыңдар, ұстаңдар дедім ғой! Ей, тоқта! Тоқта деймін саған! Тоқта! Тоқта! Бер жүр. Мен мұқият тыңда. Егер бұрыштан біреу шығатын болса, мен оны өзіме алам. Ал сен басқа жаққа қарай қаш. Ұқтың ба? Өзімнің керемет қалыпты екенімді білетінмін, бірақ бүгін мен ерекше күштімін. Мынау қайда жоғалып кетті? Ей! 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 Сен ұсталып қалғансың ба? Менің артымдан қалмай жүр деп айттым емес пе саған? Сен қайда жоғалып кеттің? Тағы да бір рет осылай жоғалып кететін болсаң? Не болды? Ей! Ей! Адаспай қалай тез тауып алдың? Жарайсың. 그대 눈빛에 어떤 말보다 의미가 있어 난 그걸 느껴 지난 밤 꿈에
환히 웃으면 바람처럼 울던 그대 жүр. 내게 좀 더 가까이 와요 그대를 더 느낄 수 있게 기다리는 시간조차 의미가 돼요 그대가 내게 들어온 순간부터 한 걸음 더 가까이 와요 숨소리도 느낄 수 있게 내 마음이 그대에게 흘러가요 조금씩 혼자였던 밤 5 евро. Ей, сіз ақша төлемей қайда бармақшысыз? 5 евро дедім ғой, 5 евро. Төлеңіз 5 евроны. Мынау не айтып кетті? Ей! Қанша? 5 евро. Сізде кішірек балмұздақ жоқ па? Кешіріңіз. Жарайды. Бара беріңдер. Бүгін саудам жүрем өзі. Алло, бұл мен Жунже. CGS компаниясында жұмыс істейтініңді естідім. Мен алыс емеспін. Ұялы телефон мен банк картамды қолдана алмаймын. Қалтамда бір тиын ақшам қалмады. Рас па? Рахмет саған. Қай жерге келейін? Қайда? Хонуа уағызшы боласыз ба? Аллилуйя! Аллилуйя! Көріспегенімізге көп болды. Рас айтасың, соңғы рет Ливиядағы сапардан кейін көріскен жоқпыз. Мырза, мына кісі Хоно мырза, туысымдай болып кеткен адам. Қазіргі уақытта Кения елінде пілдерге көмек көрсетумен шетін су қоймаларын жасаумен айналысып жүр. Қандай керемет. Саған. Жарайсыз, Құдай жолындағы ісіңіз оңды болсын. Құдайымыз маған арнайы жұмыс тапсырды. Сол себепті тыным таппай басқаларға көмектесем. Мынау менің әйелім. Бірнеше жыл бұрын көлік апатына ұшырап, әлі де толық айыға алмай жүр. Құдайым-ай. Құдайым. Бәлкім көлік апатына түскен кезде қатты шошынып қалған болар. Сол күннен бері мүлде сөйлемей жүр. Құдайым-ау, сенің даусыңды енді қашан ести алам? Сәлеметсіздер ме? Танысқаныма қуаныштымын. Бүгін ауа райы өте ыстық. Не дейді? Ей, саған не болған? Аяқ астынан неге сөйлеп кеттің? Бұл не мазағың? Даусыңды естігім келеді деген өзің емес пе? Бірақ сен мені дұрыс түсінбей... Айтпақшы, әйелім деген сөз нені білдіреді? Мен сенің әйеліңмін деп айттың ғой? Жай... Дос дегенді білдіреді. Дос? Түсінсен бұйырмасын, сен сөйлей алады екенсің ғой, бірақ осыған дейін неге сөйлемей жүрдің? Әлде бұл мені мазақ қылғаның ба? Кешегі күнге дейін қалай сөйлерімді білмедім, бірақ сенің қорапшаңның көмегімен біраз сөздер үйрене алдым. Біздің тіл басқаша айтқанда, біздің еліміздің тілі. Менің қорапшам? Иә. Ноутбук жайлы айтып тұрсың ба? Компьютердің көмегімен сөйлеуді үйреніп алдың ба?
Сонда бұрын сөйлей алмадың ба? Тағы не болды? Сенің көзіңнің қарашығы. Менің көзіме не болыпты? Сенің көздерің нұр шашып тұр. Менің көзім әрдайым осылайша нұрланып тұрады. Неткен әдемі. Солай ма? Әдемі ме? Менің көзім әрдайым осындай. Анам айтушы еді, менімен бірге далаға шыққан кезде қасымыздан өткен адамдардың бәрі маған назар аударады екен. Көздің қарашығы демей-ақ жай көздерің десең де болады. Оның үстіне бөтен жігітке бірден бұлай айтқаның ұят болады. Сен менің кім екенімді де білмейсің ғой. Қайдағы жоқ сөздерді қайдан үйреніп алғансың? Бір айтқанды ұмытпайды екенсің. Есте сақтау қабілетің керемет. Саған таңғалып қалдым. Ей, бауырым! Менің сұрағанымды дайындадың ба? Әрине, біз екеуміз мактың мүшесі емеспіз, Мэнс алаяқтар клубының мүшелеріміз. Біз туыспыз ғой. Рахмет. Құрғақ қасық аужыртар демекші. Сонда саған не керек, а? Мен бәрін дайындап қойдым. Соңғы рет қайталап өтейік. Синапке уағыз. Бұл Құдайдың сыйлаған мархабаты. Базардың жабылуына 5 минут қалғанда мені Дэвид МакДугласпен кездестірді. Мен де қайырымдылық жасауға мүмкіншілік алдым. Мен 10 000 евро ақшалай қайырымдылық жасадым. Сол кезде елдің барлығы Дэвид МакДуглас кім деп сұрастыра бастайды. Кім ол? Мен ол кісімен танысқанды қалаймын. Сол уақытта сахнаға Дэвид шығып өзінің дайындап қойған сөзін айтады. Жай қарапайым сөздермен: Мен батыр емеспін. Мен Құдайдың қолындағы құралмын. Мен тек Құдайдың даусын ести алам. Бәр ойдағыдай өтпесе де, залдағы адамдардың көбісі біздің сөзімізге сеніп қалады. Залдағы адамдардың көзқарасы: Аллилуйя! 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 Қолымыздан келеді деп ойлайсың ба? Иә, бұл ерекше жер емес пе? Жақсы, сонда мен не істеуім керек? Сенен маған бір нәрсе қана қажет. Бір рет ән айтсаң болғаны. Әйел адамдардың жүректеріне тиетіндей, еліктіріп әкететіндей ән қажет. Не? Махаббат дегеніміз шыдамдылық. Махаббат дегеніміз сенімділік. Сенім мен төзімділікті ешқашан жоғалтпайық. Ешқашан жоғалтпайық. Ешқашан жоғалтпайық. Махаббат дегеніміз шыдамдылық. Махаббат дегеніміз шыдамдылық. Аллилуйя! Шыдамдылық. Аллилуйя! 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 Я! Аллилуйя! Біздің шіркеудің бөлмелері үлкен емес. Екеуіңізге бір бөлмеден қайсыз болуы мүмкін. Оқас жоқ. Мен шөлдеп кеттім. Су ішкім кеп тұр. Су мына жерде. Барып ішіп кел. Құдайым-ау, сіздің әйеліңіз айығып, сөйлеу қабілетіне қайта ие болғанына қатты қуаныштымын. Әрине, менің де қуанышымда шек жоқ. Жаны қатты сырқат адам. Бірақ көп замай толықтай емделетініне сенімдімін. Бұйыртса. Сенің ішің ауырып жатқан жоқ па? Әлгі судың бәрін қалайша ішіп қойдың? Махаббат деген не? Не? Сен ән айтқан кезде махаббат деген өміріміздегі ең ғажайып нәрсе деп айттың емес пе? Сонда ол қандай нәрсе? Ән жайлы сұрап отыр екенсің ғой. Шынымды айтсам, махаббат деген өте қауіпті нәрсе. Сен сияқты адамға махаббаттың не екенін білудің не керегі бар? Неге? Мысалы, сен біреуге ғашық болып қалдың делік. Бұл деген,
сенің жеңілгеніңнің белгісі. Жеңілу? Ұтылу. Сен жеңіліп қалдың деген сөз. Басқаша айтқанда, біреуге ғашық болып қалсаң, сол адамның айтқан сөздерінің барлығына сене бастайсың. Егер басқа адамның айтқан сөздерінің барлығына сене бастасаң, жағдайың қиындай түседі. Сондықтан, жақсы көрем деп кім көрінгенге айта берудің қажеті жоқ. Мен сені жақсы көрем. Олай айтпа деп айттым ғой, жаңа ғана түсіндірдім ғой. Қарным ашып кетті. Менің ойымша сен есіңді жоғалтып алған шығарсың. Бәрін ұмытып қалған адамға ұқсайсың. Менің көзіме қара. Тесіліп қараудың қажеті жоқ. Мен үшке дейін санайым, содан кейін сен терең дем алып, әке шешеңді еске алуға тырысып көр. Түсіндің бе? 1, 2, 3. Әке шеше деген не? Сен жынданғансың ба? Әке шеше деген сөздің не екенін де білмейсің бе? Анаң мен әкең сені осы өмірге алып келген адамдар. Менде онда ешкім жоқ. Иә. Әр адамның әке шешесі баласының қасында емес. Сенің әке шешең бар ма? Әкем хабарсыз жоғалып кеткен дегенді естідім. Менің анам... Олардың қайда екенін өзім де білгім келеді. Сол себепті мен үнемі ұшып жүрем. Қайда? Жердің шетіне. Сол жерге кетуім керек. Айтпақшы, сенің атың кім өзі? Менің атым жоқ. Солай ма? Бұған да таңғалмайым. Сен нағыз жұмбақ адамсың. Сенің көңіліңнен шығатындай адам болсам, сенің қасыңда үнемі жүре алам ба? Солай ма? Айтшы ғане. Үнемі жүруіме бола ма? Жоқ. Мені қате түсініп қалдың. Біздің өмірде есуас адамдар жеткілікті. Басқаларға қарағанда сен тәп-тәуір адамсың. Шын айтасың ба? Әрине. Расын айтсам, біртүрлі адам сен емес, ол мен. Сен жақсы адамсың. Мен жақсы не жаман адам екенімді сен қайдан білесің? Сен мені баяғыда тастап кететін едің. Бірақ олай істемедің. Көп ұрлық жасап бірнеше рет қашқан адамын. Өмірімде бірінші рет ұрлаған нәрсемді қайтарып берудемін. Жарайды. Екеуміз бірге барамыз. Жердің шетіне бірге барамыз. Бірге. Геркулес. Рахмет. Жоқ, саған рахмет. Сенің арқаңда кеше бізге жақсы ұсыныс түсті. Қаншама адам Дэвид Макдугласқа көмектесуге келісті. Жақсы, жолың болсын. Сау бол. Мына жігіттің қасында байлап жүріңіз. Сіз сияқты қыздар маған да ұнайды. Сеулға келсеңіз, екеуміз... Сеул деген қай жерде? Сеул қайда дейсіз бе? Неткен сәйкестік. Екеумізде әзіл оспақты жақсы көретін адам екенбіз. Мен сізге өзімнің телефонымның нөмірін берейін. Мен нөмірімді тек таңдаулы... Кешігіп қалуымыз мүмкін, сау бол.
Өкінішті ақ. Томас Уағызшы, сізге үлкен рақмет. Онда тұрған ештеңе жоқ. Төк білмегендей тұрғаныңыз дұрыс емес қой. Уағызшы маған бәрін айтып кетті. Оқуға түсе алмай жүрген оқушыларға ақшалай көмектесемін деп айтыпсыз ғой. Сіз жылап тұрсыз ба? Жоқ, жылап тұрған жоқпын. Сіз жылап тұрған сияқтысыз. Уағызшы, өзімнің дұшпанымды өлтіре алмаймын ба? Не? Дұшпаныңды өлтірген күнә ме? Біздің Томас Уағызшымыз балағат сөздерді айтқанды жақсы көреді екен ғой. Не болды? Сыйлығым ұнамай қалды ма? Жақсы, Сеулде кездесерміз. Түскі асқарыз болам. Неге елдің барлығы Сеулде кездесеміз деп айтады? Сеул деген қай жерде? Сеулдің қайда екенін білмейсің бе? Өмір барып көрмедің бе? Жақында сен де Сеулге кетесің бе? Иә, мен Сеулде тұрам. Жердің шеті деген осы жер ме? Иә, адамдар осы жерді жердің шеті деп атайды. Мына шамшырақ 2000 жыл бұрын салынған. Жер теңізге жалғасып жатыр ғой. Неге жердің шеті деп атаған? Теңіз осы жерден басталады ғой. Жунже, баяғы заманда адамдар осы жерде жердің шеті деп атаған. Себебі болар әлем осы жерде аяқталады деп сенген болатын. Мына шамшырақтың да аты Геркулес жердің шетіне жарық түсіріп тұрады. Геркулестің анасы баласын қатты сағынған кезде осы жерге келетін. Адамдар баласын сағынған ананы көрген кезде жүректері аяныш сезімге толып кетеді. Көмек ретінде мына шамшырақты салған еді. Аяғында не болды? Геркулес анасын таба алды ма? Кім білсін? Аңыз бойынша, осы жерде айырылысқан адамдар міндетті түрде қайта кездеседі екен. Мүмкін, бұл жердің шеті болса да, осы жерден басқа әлем басталатындықтан шығар балам. Міне қараш қандай керемет. Апа, білесің бе? Менің ойымша, Геркулес те анасын қатты сағынған болуы керек. Хо, Жунже. Бұл менің атым. Мен шын атымды көп ешкімге айта бермеймін. Бұл сен үшін бақыт. Осы жерде айырылысқан адамдар міндетті түрде тағы да кездеседі деген сөздер шын ба? Жоқ, өтірік. Мен анамды осы жерде жоғалтып алдым. Бірақ мен анамды әлде іздеп таба алмадым. Апа! 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 Менің анам менімен қоштаспай кетіп қалды. Сау бол деп те айтқаны жоқ. Мына жерде де Хо Жунже деп жазылып тұр ғой.
расында да Хожунже деп жазылып тұр екен. Менің апам менімен қоштасып кеткенге ұқсайды. Не деп жазып кетіпті? Мен сені сүйем деп жазыпты. Сүйемін. Ол да жеңіліп қалған ба? Иә, Берілді ме? иә. Толықтай жеңілді. Толықтай берілді. Оңбаған. Геркулес! Ей! Қаштық. Оңбағандарды ұстаңдар! Қаштық. Ей! Мынаны көрдің бе? Бұл жерден аман есен кетемін деп ойлама. Жақсы. Мына қыз өз жолмен жүре берсін. Содан кейін бәріміз сабыр сақтап, сөйлескеніміз жөн болар. Мына қыздың біздің арамыздағы шаруаға қатысы жоқ. Ей! Қатысы жоқ болса, кешеден бері неге сенің артыңнан қалмай жүр? Жай, әншейін. Мен оның да бір нәрсесін ұрлап кеткен едім. Міне мынаны. Қолындағы білезікті. Онша қымбат нәрсе емес. Көзіме түскен нәрсені ұрлау менің әдетім ғой. Міне сол себепті де артымнан қалмай жүр. Ей, болды, кет енді. Білезігіңді қайтарып бердім емес пе? Кет. Неге? Мен сенің әйеліңмін ғой. Сұмырай! Көзімді бақырайтып қойып, мені алдайын дедің бе? Жоқ, сіз дұрыс түсінбедіңіз. Ол өзі жайлы айтып тұрған жоқ. Мен өмір бойдағы өмір кешетін адамын. Мен мына қыздың атын да білмеймін. Жап аузыңда! Аузыңнан тағы да бір сөз шығатын болса, осы жерде атып өлтіремін. Көп болады, мырза. Сен немене қайдағы жоқты айтып тұрсың? Кет дегенде неге кетіп қалмадың? Енді не істейміз? Ей, сен қайда қарап тұрсың? Судың қаншалықты терең екенін білмейміз ғой. Одан да жарақат алып мыналардың қолынан өлгенім жақсы. Неге қорқасың? Өлсең дельфин сияқты өлесің. Әрине, егер мына жерден секіріп суға батсам өлемін ғой. Одан да мен мыналарды көндіріп көрейін. Ал сен өз жолыңмен кете бер. Тоқта. Күте тұр. Тоқташ. Саған не болған өзі? Ей, оңбаған. Ей, мыналар қайда кетті?
Ей, оңбағандар! іздеңдер! 새로운 세상 문이 열려 있죠. 그대 안에 있네요. 그대 곁에 다가가 안기고 싶어요. 머물고 싶죠. 그대라는 세상에 I love you, I miss you, I need you, I love you. 영원토록 그대 сенің көңіліңнен шығатындай адам болсам, қасыңда үнемі жүре алам ба? Солай ма? Үнемі. 안기고 싶어요. 머물고 싶죠. 그대라는 세상에 I love you, I miss you, I need you, I love you. 영원토록 그대. Екінші бөлімнің соңы. Фильм «Шаһар» телерадио кешенінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды.